Сәлеметсіздер ме достарым? Мен бүгін сіздерге саси суын дайындаудың әдісін көрсетемін. Бұл арықтағысы келіп жүретін қыз-келіншектерге арналады. Қазір мен сіздерге дайындау тәсілін көрсетемін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кеттік. Бізге саси суын дайындау үшін мынандай 20 грамм имбирь керек болады. Бұны үккішке өткіземіз. Мята керек, бір орташа қияр керек, сосын бір лимон керек. Ал кеттік, бисмилля, тураймыз. Мен лимонның сыртын жақсылап жуып алдым. Бұны енді жұқалап, осылай жұқалап тураймыз. Ташкентский лимонның суы көп болады, өте сулы болады. Соның үшін осындай жұқа етіп тураймыз. Мен 3 литр банка алып, 2 литр су құйып алдым. Енді соған осыны салатын боламыз. Оп, бисмилла. Мятаны осылай сала-саламыз. Қиярды да жұқа етіп тураймыз. Басын алып тастадым. Енді имбирді күштен өткіземіз. Құрметті достар, енді осы жасаған саси суын холодильникке бір күнге қоятын боламыз. Бүгін мен мінекей түс ауа жасап отырмын. Ертең таңертеңнен бастап іше беруге болады. Бұны 4 күн ішсеңіз, 4 күннен кейін демалып, қайтадан бастап ішуге болады. Себебі бұл өте жаңағы керемет адамның организміне пайдалы су. Арықтағысы келіп жүрген қыздар болса, қыз-келіншектер болса, жігіттер болса, өте ас қорытуға көп кесептігін тигізеді, ас қорытуға пайдасын тигізеді, астарын қорыта алмай жүргендер. Бұдан азаннан кешке дейін осы 2 литрді, бір күнде 2 литрді ішіп тастау керек. Бәріңізге сәттілік. Менің саси суыма сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар.